12-ші түн. Ей, ұлы бақытты патшам, Хамбалдың сөзіне ашулы қыздар күлді. Байлаулы тұрғындарға қарап, басшығыз, өлулеріңе аз-ақ қалды. Мүмкін, өлімдеріңді аяқтағандай, бастарыңнан өткен қызықты сырларың болса, айтыңдар, оған кеңшілік беремін деді. Сөйтіп, 3 соқырға қарай бетін бұрып, осы сіздер үшеулерің бірге туған кісілерсіз бе? Деп сұрады. Соқырдың бірі тік тұрып, жоқ, Құдай ақына, шынымызды айтайық. Әрқайсымыз әр жақтан келген жолаушы едік. Бір кезде мен 2 көзімде аман кісі едім. Бұл соқыр болуыма байланысты өте қызық әңгімем бар, деді. Оның сөзін бөліп Хамбал, алдымен менен сұраңызшы, мына байлаулы арқан буына бөлтіріп барады, деді. Қыз тағы күліп, айта ғой, деді. Мен айтқанда нені айтам? Қаланың ішінде жүк көтеріп, тапқан аз ғана тиын тебеніммен күн көріп жүрген кедеймін. Мына бір қыз бүгін базарда кездесіп, кәрзеңкемді үйге апар деді. Қай бір емін еркін нан табылған қала бұл. Нан үшін көтеріп осында келдім. 2 алтын беріп едіңіздер, алтынсыз махаббат қонбайды деген соң, оны да мәжілістің жарнасына төледім. Аяғы мынау. Өлім болып жабысып, қолым байлаулы тұр. Менің әңгімем осы, деді Хамбал. Қыз құлына қарап, қолын шеш, деді. Босанған Хамбалға, үйіңе кетуге рұқсат, деді қыз. Жоқ, деді Хамбал. Мыналардың әңгімесін тыңдаймын. Менікіндей жапсарын келтіріп айта алмай нететін болса, кешеден бері көрген қызығым аз ба? Соның бірі болар, өлгенін көрем. Бет алды босанған екем деп, неге кете берейін? Отыруға рұқсат етіңіз. Хамбалға отыруға рұқсат берді. Бірінші соқыр әңгіме бастады. Мен сақалым қырқылып, көзім соқыр болмай тұрғанда, бір патшаның баласы едім, деді ол. Әкемнің бір туысқаны бар еді. Ол да бір шәһәрдің патшасы еді. Оның мен туған күні туған бір баласы болды. Мен ержетіп, бір күні әкемнің туысына амандасқалы бардым. Оның баласы менің барғанымды өте қош алып, құрмет көрсетті. Екеуміз бірге отырып, бір жаттық. Бір күні шарап ішіп, мас болдық. Туысымның баласы, сенен тілейтін бір қажетім бар, деді. Мен тілеңіз дедім. Бұл тілегім, деді ол. Аз ғана істеп жіберетін жұмыс қана. Егер қиналмасаң, қазір орындауға да болады. Мен орындайын, айта ғой, дедім. Жігіт тұрды да жүгіріп кетті. Бір кезде сұлу қызды ертіп қайтып келді. Сен осы қызды ертіп, қала шетіндегі молаға бара бер. Мен де ұзамай барамын, деді. Менде қайтарып айтқан сөз болмады. Қызды ертіп, айтқан жеріне бардым. Туысымның баласы да келді. Қолында қапқа салған сементі, бір кетпені бар, бір шелек суда алып келіпті. Бір моланың ескі тамына кірді де, жер қазды. Ұзамай, қақпақ етіп жапқан бір тастың бетін ашты. Оны көтергенде, жер астына қарай кеткен баспалдақ көрінді. Қызды ымдап шақырып, төмен түсіріп жіберді де, маған, айтқан уәдеңді орында. Мен түскен соң, тасты жауып, моланы көміп, бетін мына сементпен сыла. Сыртынан қараған кісі, көмілген мола екен деп кететін болсын. Соны істесең, маған туысқандық міндетіңді атқарғаның деп, жер астына кіріп кетті. Мен моланы көміп, бетін сылап, әкемнің туысының ордасына келсем, ол аң аулап кетіпті. Қайтып келіп, баласын сұраса, не деп жауап берем деген ой түсті маған. Қайта келіп, көмген моланы аштым. Жігіт пен қыздың қайда кеткенін таппадым. Баспалдақтың бәрі жоғалып, жол көміліп қалыпты. Енді мұнда тұрудың ретін таба алмай, өзімнің үйіме қайттым. Қалаға жақындап келгенімде, бір топ кісі мені қамап алып, қол аяғымды байлады. Байқап қарасам, бәрі де бұрын әкеме қызмет істейтін уәзірі, бектері екен. Олар, біз әкеңді өлтірдік, енді қаланың патшасы бөтенгісі, сені сол жаңа патшаға апарып тартамыз, деп алып жүріп кетті. Патша болған уәзірдің біреу екен. Оны мен бұрыннан араз едім. Жас күнімде садақ тартып үйреніп жүріп, атқан бір оғым қайтадан сол уәзірдің сол көзіне тиіп, оны соқыр қылған еді. Әкем патша болған соң, құнын сұрауға жасқанып, Құдайдан күтіп қойған болатын. Байлап алдына әкелген мені көріп, өлтір деп бұйрық берді. Мен, күнәсіз едім ғой, тақсыр, дедім. Күнәсіз болсаң, мына көзді кім шығарды, деп көзін көрсетті. Сөйтіп өз қолымен сол көзімді шығарып, өлтір
деп жендеттерге беріп жіберді. Жендет бұрын әкеме қызмет істеген, мені тәуір көретін дос еді. Елден аулаға келіп, қол аяғымды босатып қоя берді. Мен көзден айырылып, әкемнің туысына келдім. Бастан өткен уақиғаны айтып жыладым. Ол өз баласының қайда кеткенін білмей, қайғы басып отыр екен. Қайғы үстіне қайғы басып, менің хәлімді естіп, тағы жылады. Мен баласының жер астына кіріп кеткенін айттым. Екеуміз барып, молан ашып, көмілген жолды ашып, жер астын қарадық. Жердің астында бір үй жасалыпты. Ішінде жағылған шам, неше түрлі тамақ, құрулы тақ тұр. Бір жерге төсек салынып, бетіне шымылдық ұстап қойыпты. Патша барып, пердені көтерді де жылады. Баласы мен әлгі қыз өрттен қалған шаладай күйіп өліп қалыпты. Жасын тыйып, баласының бетіне түкірді де, «Құдайдың қаһары тиген адам осылай болады» деді. Әңгіме осыған жетіп, Шахаризада ұйқыға кірді.